Достар, видеоның демеушісі Education білім орталығы. Біз сіздерді өзіміздің онлайн ақылы курстарымызға шақырамыз. ОБТ-ға дайындық курстары бүкіл пәндерден бар. Ол туралы сіздер online.ajodu.kz сайтынан толығырақ біле аласыздар. Біздің өзіміздің жеке платформамыз бар. Онлайн платформаға сіздер online.ajodu.kz сайтынан кіре аласыздар. Видеолардың барлығы курске де сақталып тұратын болады. Егер өткізіп алсаңыздар, видеоны записьті көрсеңіздер болады. Неге бізді таңдауыңыз керек, деңгейіңізді қалай көтереміз және де мұғалімдер туралы ақпаратты біздің сайттан көре аласыздар. Курстың бағалары, сондай-ақ оқушылардың пікірлері және де ОБТ-да жинаған результаттары барлықтары біздің сайтта тұр. Сіздерге тек жақсылық және де ОБТ-дан 130 плюс жинауға тілейміз. Барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңа сәлем. Біз бүгін сендермен Антарктида материгі туралы талқылайтын боламыз. Антарктида материгі туралы ең бірінші керек болатыны Антарктида деген сөздің мағынасы. Антарктида атауы анти және арктика деген екі сөзден тұрады, яғни аударған кезде арктикаға қарама-қарсы деп переводталады. Яғни адамдар арктикаға қарама-қарсы, яғни оңтүстік бөлікте орналасқан материк деген атаудан қалыптастырған. Бұл жақтағы материктің негізгі бөлігінің ауданы 12,4 миллион километр квадрат, ал қайраңдық мұздықтар, яғни айсбергтерді қоса есептеген кезде 14 миллион километр квадратқа дейін жетеді. Бұл жақта оңтүстік поляр аймағы бар, ол дегеніміз жылына 2-ақ рет күн шығатын аймақ болып табылады. Бұл жақтағы мұздың орташа қалыңдығы 1720 метрге жуық, ең қалың жері 4300 метрлік Шмидт жазығында. В целом, Антарктида жер шарындағы ең биік материк болып табылады, 2040 метрге дейін жететін. Ол дегеніміз не? Жалпы жер қыртысының қалыңдығы материктерде 70-80 метр болу керек. А в целом, получается, бұл жақтарда 2040-қа дейін жетіп тұр. Материктегі мұздың жалпы көлемі 24 миллион километр куб. Яғни бұл дүние жүзіндегі тұщы су қорының 80%-ын құрайды. Тұщы су қор дегеніміз қазір айналымда емес, қазір адамдар ішіп жатпаған, болашақта ішуге қойып қойған, былайша айтқан кезде су болып табылады. Олардың барлығы 80%-ның барлығы мұз күйінде кездеседі. Ал қалған 20%-ы бізде Байкал көлінде орналасқан. Байкал көлі әлемдегі ең терең көл, сол тереңдігінде осы біздің тұщы су қорын жинап жатыр. Антарктида жер шарының суықтық полюсі 1983 жылы 89,2 градустағы температура тіркелген. Ең биік нүктесі 5140 метрлік Винсон деген тау. Бұл Винсон деген тау бізде получается Антарктида деген литосфералық тақтаның біздегі тынық мұхиттық тақта, в целом тынық демейміз, енді үнді австралиялық тақтаның соқтығысымен пайда болған. Ең төмен жатқан жері Бентли ойысы минус 2555 метр. Бұл в целом қараған кезде жер бетіндегі ең төмен жатқан ойыстардың бірі болып табылады. Антарктида сөнбеген жанартаулар бар. Олардың ең ірісі Эребус деген жанартау, 3794 метрлік. Бұл жақтағы жанартаулардың атқылауының адамзатқа тигізетін қаупі ол мұздықтардың еру қаупі. Ашылу тарихы 1772-75 жылдары Джеймс Кук материкке 3 рет жақындаған, то есть Джеймс Кук оңтүстік полярсыздығын 3 рет кесіп өткен деген түсінікті айтып жатыр бұл жерде. Бірақ бара алмаған, себебі қалың мұздың әсері Джеймс Куктың ағаш кемелерін өткізбеген. Руаль Амундсен 1911 жылы 1911 жылы 14 желтоқсанда оңтүстік полюске барған, то есть бұл материк уже ашылып қойған кезде орталығына дейін жеткен. Роберт Скотт 1912 жылы 18 қаңтарда жеткен орталығына. Ал в целом бұл материктерді ашқан кісі Восток және Мирный деп аталатын кемелермен жүзіп барған, алдарында ледокол немесе қажақшалаған кезде мұз жарғыштары болған. Беленсгаузе мен Лазерттің Восток және Мирный деген кемелер болып табылады. 1820 жылы 28 қаңтарда Антарктиданың туған күні, былайша айтқан кезде немесе Антарктиданың ашылған күні болып табылады. Бұл жерлерден сіздерге Руаль Амундсеннің Норвегия екендігі де керек болады. Роберт Скотт пен Руаль Амундсеннің екеуін салыстырған кезде Роберт Скотт әлде қайда ақылдырақ деп айта аламыз. Себебі Роберт Скотт бізде ит жеккен шаналармен барған, Руаль Амундсен бензин құйылатын снегоходтармен барған, қарда жүретін машиналар арқылы. Себебі қарда ол суықтықта бензин қатып қалады, сондықтан Руаль Амундсен авария болады, қаза болады. А Роберт Скотт аман есен екінші полюске жол тартады, солтүстікке. Роберт Скотт әлемдегі жалғыз адам, который, то есть тұңғыш адам, екі полюске де бірдей барған. Келесі бізде халықаралық геофизикалық жыл, яғни 57-58 жылдар.
Бұл не туралы айтылады, яғни Африканың Антарктиданы зерттелуі байланысты түсініктер. Бұл 12 ел, яғни 11 плюс Ресей деп айтылады көбіне, 57, көбіне 56 база деп тесте келеді, құрып зерттеулер жасаған. 2011 жылы Қазақстан экспедициясы оңтүстік полюске барады. Зерттеулер жасаған экспедицияға барған дегенде, бұлардың барлығы Руаль Амундсеннің 100 жылдығына құрметіне, яғни 1911 жылы Руаль Амундсен ең бірінші барған, қазақтар соның 100 жылдығына барған. Антарктида ғылым мен бейбітшілік материгі дейді 3 себеп үшін. Бірінші, ядролық сынақтар жүргізбейді. Не үшін ядролық сынақтар жүргізбейді? Себебі мұздықтардың еру қаупі бар. Екінші, әскери шаралар жоқ. Неге әскери шаралар жоқ? Себебі ол ешқандай мемлекетке тиесілі емес, және болашақта да тиесілі болмайды. Неге ол болашақта да тиесілі болмайды? Себебі ол халықаралық заңдармен қорғалған жалғыз материк. Бізде Еуразия деген материкте көптеген мемлекеттер орналасқан, ол өз жерлерінде бір әскери шаралар жүргізе алады, мысалы Семейдегі ядролық сынақтар сияқты, ал оның ешқайсысы осы Антарктидада болмайды. Қыздар, жігіттер, сіздерге Антарктидада керек болатын ақпараттардың легі осындай. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.